Баршаңызға қайырлы күн. Сливке қоспай-ақ дәмі тіл үйіретін, қарапайым ғана заттардан тұратын үй жағдайындағы керемет торттың жасалу жолымен бөлісемін. Корждың құрамына жұмыртқа, шекер, ұн, май, ұн қобыздағыш керек. Ал кеттік, бірге жасайық. Ысылап араластырамыз. Жұмыртқаның үстіне шекерді салып, ерігенше көпіршітіп араластырамыз. Жылдамдық әрі оңай болу үшін мен миксерді қолданамын. Миксерлеп болды. Сары майды су ваннасында ерітеміз. Қобыздағышты оның үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды су ваннасында ерігенше ұстаймыз. Қоспаның үстіне еріген сары майымызды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Үстіне ұнды аздан жайлап сала бастаймыз. Ұнды аз-аздан сала отырып, бір келкі етіп араластырып, қамыр илейміз. Аздап ұнды тағы да саламыз, бір тегіс болғанша араластырамыз. Қолдың көмегімен қамырымызды жинақтаймыз. Жұмсақ, сәл жабыспақ болады. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Қамырды бірдей 5 бөлікке бөліп, қолымызбен дөңгелектеп аламыз. Пергамент қағаздың үстіне қамырды жұқалап жаямыз. Жұқалап жайылған қамырымызды дөңгелек формамен кесіп аламыз. Дайын болған қамырды табаға салып, қызып тұрған пеште 3-5 минут аралығында пісіреміз. Мен барлық қамырды осылай жайып қойдым. Қаймақ пен шекерді араластырып, корждардың бетіне жағатын қоспа дайындаймыз. Корждар бір тегіс болып, әдемі болып пісіп шықты. Дайын қоспаны бетіне жағып, корждарды жинақтаймыз. Шетінен кесіліп піскен қамырларды оқтаудың көмегімен үгітіп, дайын болған торттың бетін әсемдеу үшін дайындап аламыз. Дайын болған үгіндіні торттың барлық жағына сеуіп, әсемдейміз. Әдемілік үшін дайын болған тортты осылай безендірдім. Қалауыңызша әртүрлі қылып безендірсеңіз болады. Әдемілік үшін дәмі өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Ыстық шаймен ішсеңіз өте керемет болады. Сіздерге ас болсын, жасап көріңіздер. Менің каналымда алғаш рет болып тұрсаңыз, тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп кетуді ұмытпаңыз.